Ассаламағалейкум, құрметті жамағат, құрметті мұсылман жұртшылығы. Қазір біз міне Бауыржан Әлиұлы ұстазымыздың, ғалым азамат бауырымыздан, досымыздан айырылып тұрмыз. Бір ауыз жамағат, өздеріңізге айтарым, ұстаз дейміз. Кейде осы ұстаздардың арамызда, қасымызда жүргенде қадіріне жете алмай жатамыз. Бауыржан ұстаздың артында 5 баласы қалды. Иә, рас, өмірден үйсіз өтті, бірақ күйсіз өткен жоқ. Жұма күні Қара Шаңырақ ислам ордасында емтихан сынақтарын тексеріп отырып өмірден кетті. Жақсы өлім. Өте мұсылман жұртшылығына сұрап ала алмайтын өлім. Мәселе онда емес. Айтқым келгені, қияметтің күні жақындағанда Алла тағала білімді алады. Білімді қалай алады? Білімді ғалым жігіттерді, ұстаздарды жұлып алумен алады. Бұл менің сөзім емес, бұл пайғамбардың сөзі, саллаллаху алейхи уассалам. Бауырлар, арамызда жүрген ұстаздар, қасыңызда кім сізге ұстаздық қылып жүр? Қадіріне жетіңіз, жағдайын біліңіз. Өлгенде ғана артынан осындай екен деп естіп жатпайық. Алла разы болсын. Баршаңызды ұстазға құрмет көрсетуге шақырамын.